Арма қазақ, баршаларыңызға ассалаумағалейкум, Аславтаның оқырмандары, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін бізде қонақта 2023-2024-тің хит болған автокөліктері Chevrolet Monza автокөлігі мен Chevrolet Cobalt автокөліктері. Бауырлар, сізге қандай автокөлік ұнайды, комментарияға жаза кетіңіз. Қазір бұл автокөліктің екеуінде салыстырмалы түрде салыстырып көретін боламыз. 2023-тің хит болған автокөліктері екеуінің де жылы бірде 2023-2024 жылғы автокөліктер біздің Қазақстандағы нарықтағы бағалары 7,5 миллион теңге болып тұр. Бауырлар, кәдімгідей бақталас бір халық Chevrolet Cobalt мықты десе, бір халық қытайлық сборкадағы Chevrolet Monza мықты деп кәдімгідей бақталастықтары мықты. Бауырлар, 1.5 бензин қозғалтқышымен, екеуінде де 1.5 бензин. Cobalt-та 106 аттың күші бар болса, Chevrolet Monza-да 113 аттың күші бар автокөлік. Бауырлар, екеуі де алдыңғы жетекте мокро асфальт үстес, екеуі де рестайлинг кузовтағы автокөліктер. Бауырлар, Monza-ға келетін болса, қарасаңыздар, күндізгі жарық шамдары мен динамик LED-термен шамдары линзалы келген, өте агрессивный решеткалармен, өте керемет. Бағасына затсай демекші, Chevrolet Monza өте жақсы автокөліктердің бірі. Бауырлар, енді біздің Cobalt-қа келетін болса, қазақстандық сборкадағы Cobalt автокөлігі шамдары линзалы емес, бұл жерде простой шамдары мен күндізгі жарық шамдары бұда да қарастырылған. Осындай жақсы легенда Cobalt десем де болады, легенда Cobalt автокөліктері. Бауырлар, сізге қай автокөлік өзіңізге ұнайды? Бауырлар, комментарияға жаза кетіңіз. Болмаса Chevrolet Monza немесе Chevrolet Cobalt. Бауырлар, ендеше кеттік, видеоны соңына дейін көріңіздер. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті бас қойыңыздар. Бауырлар, екі автокөлігімізге келетін болсақ, алдыңғы жетектегі 195-65-15 титандық дискі Chevrolet Cobalt-та, жеңіл балқытылған титандық дискілер мен Chevrolet Monza-ға келетін болсақ, 205-55-16 жеңіл балқытылған титандық дискілермен. Chevrolet Monza-ның клиренсі 130 мм құраса, Chevrolet Cobalt-тің клиренсі 155 мм клиренсі құрайды. Бауырлар, Chevrolet Monza-ның ішкі жағын қарасаңыздар, өте керемет дизайнда жасалынған. Осындай заводтан екі бірдей кілт беріледі. Багажниктарын ашу батырмасы және қолға ыңғайлы мультирульдары қарастырылған. Дауыстарын шығарып ауыстыру батырмасы, дауыс ассистенті және киоск контроль қарастырылған. Робот қорапта, қораба 6 сатылы болып келеді. Бір зоналы климат контроль, push start, сенсорлы аудиосистемалар өте керемет. Бауырлар, қарасаңыздар, ешқандай қатпайды. Календар, Android CarPlay және iPhone CarPlay-лері қарастырылған бұл жерде, және алдыңғы камералары баршасы жұмыс жасап тұр. Электронный табло қарастырылған, құлақтарын реттеу батырмасы, шамдарын реттеу батырмасы, 4 жақты стеклоподъемниктар мен дворниктарын реттеу батырмасы, автоматты электронный ручник және шынтақ тірегіштері мен стақан салғыштары, телефонды сымсыз қуаттағыш, жоғарғысында люк қарастырылған. Бауырлар, Chevrolet Monza автокөлігіміз 100-ге 12,9 секундта шығады. Және қаланың ішінде аралас секілде бензинді тұтыну 5,9 литр бензинді тұтынады. Өте керемет, экономды десеңіз болады. Бауырлар, орындықтарының шынтақ тірегіштерінің сапалары өте жақсы, баршасы пакетте. Бауырлар, жоғарғыларында люк қарастырылып, осындай керемет дизайндағы Chevrolet Monza автокөлігі. Бауырлар, Chevrolet Cobalt-тің ішкі жағына келетін болсақ, салондары ассалаумағалейкум братан деп тұрған. Мына жерде қолға ыңғайлы рульдары қарастырылған, но бірақ мультирульдары жоқ, сенсорлы аудиосистема жоқ. Бұл жерде штатный өзінің магнитофондары мен электронный табло қарастырылмаған. 6 сатылы автомат қорапта, кондер печкасы мен кілтпен от алдыру системасы 2023 жылғы болса да, жоғарғысында люк жоқ, 4 жақты стеклоподъемник қарастырылған, құлақтарын реттеу батырмасы, шамдарын реттеу батырмасы, ручник және шынтақ тірегіштері мен велюр орындықтарымен. Cobalt айтпақшы 100-ге 12,6 секундта бағындыратын болса, қаланың ішінде аралас секілде 5,6 литр бензинді тұтынады. Бауырлар, мінекей Chevrolet Cobalt-тің ішкі салондары велюрларымен сізге қай автокөліктің салоны көп ұнады? Бауырлар, екеуінің бағасы бірдей, жылдары да бірдей, объемдары да бірдей, но бірақ ішкі салон осындай ассалаумағалейкум деп тұр. Бауырлар, Chevrolet Cobalt автокөлігінің артқы жағына келетін болсақ, спойлер қарастырылған, задний ведущий камера жоқ, және бұл Chevrolet Cobalt-тің ішкі салонда отырып та багажнигін ашамайсыз, сыртта да мінекей багажникті ашу тұтқаларын қарастырылмаған, тек қана кілтте ғана бар. 2 мәрте басасыз, багажниктері ашылады. Багажнигі енді өте үлкен, 563 литрді құрайды. Бұның бензин сақтау бағы 47 литрді құрайды, және запаска ключтері баршасы қарастырылған. Бауырлар, Chevrolet Cobalt
легенда. Бауырлар, Chevrolet Monza автокөлігінің артқы жағына келетін болсақ, артқы багажникті екі жағдайда да ашуға болады. Есіктің жанындағы батырманы басу арқылы және кілттегі багажник ашу батырмасын екі рет бассаңыз, мінекей артқы жақтары ашылады. Артқы багажниктің сыйымдылығы өте жақсы, 405 литрді құрайды. Бензин сақтау бағы 44 литр, және де задний ведущий камералар мен передний камералары, бамперлеріне парктрониктар мен запаска ключтері баршасы қарастырылған. Осындай жақсы жағдайдағы мінекей Chevrolet Monza автокөлігі біздің Қазақстандағы орташа бағалары 7,5 миллион теңге болып тұр. Chevrolet Cobalt пен енді бақталас автокөліктер бауырлар. Сіз қай автокөліктің бірін таңдар едіңіз? Таңдау өзіңізде. Комментарияға өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңіз. Ал жақсы, сау саламатта бола беріңіздер.